Сәлеметсіздер ме? Біздің зерттеу тақырыбымыз көзге көрінбейтін микробтар. Бізде күнделікті өмірде алақанымызда көзге көрінбейтін микробтар болады. Сондықтан не істеуіміз керек, Алихан? Қолымызды жуу керек. Иә, күнделікті дәретханадан шыққаннан кейін, ойын алаңдарынан келгеннен соң қолымызды сабындап жуып тазартуымыз керек, иә? Әйтпесе, онда бізге осы көзге көрінбейтін микробтар ішкі ағзамызға енсе, біз ауырып қаламыз, иә? Қазіргі біздің зерттеу тақырыбымыздың бірінші этапында біз осы көзге көрінбейтін микробтарды көрсетеміз. Мұнда не бейнеленген? Қол. Иә, біздің алақанымыз бейнеленген. Біз қазір осы алақан бейнеленген қағазымызды суға салу арқылы көзге көрінбейтін микробтарды көрсетеміз. Қане, маған көмектесіп жібер. Жақындықтан көрсетсеңіз. Мұнда сіздер көріп тұрғандай көзге көрінбейтін микробтарды айқын көрдік мұнда, иә? Ал енді біздің екінші этапымызға көшеміз. Біздің екінші этапта біз мұнда ыдысымызда біздің алақанымыз бейнеленген. Осы алақан бейнеленген ыдысымызға суымызды құямыз. Қане? Суымызды құйдық. Осы жеткілікті болады. Енді біз бұрыштың көмегі арқылы біз мұнда алақанымыздағы микробтарды көрсетеміз. Бұл біздің алақанымыздағы микробтар болып саналса, ал енді су сабынның көмегімен біз тазартамыз, алақанымызды. Тұс. Міне, біз осы жеткілікті көріп отырғандарыңыздай алақанымыздағы микробтарды су сабынның көмегімен тазарттық. Ал енді үшінші етап бізде сабынның көмегі арқылы күнделікті өмірде де біз айтқанымыздай дәретханаға барғаннан кейін, ойын алаңдарынан келгеннен кейін алақанымызды тазартып жуамыз дедік, иә? Мұнда алақанда өздеріңіз көріп тұрғандай микробтарды қане біз сабынның көмегімен қазір Алихан тазалап сіздерге көрсетеді. Қане, Алихан? Тазалаймыз. Көмектесіп жіберейін. Біз тазарту арқылы сабынның көмегімен тазалаттық. Міне, бұл зерттеу жұмыстарының соңғы қорытындылай келе, біздің айналамызда, алақанымызда, көбінесе осы алақандарымызда көзге көрінбейтін ағзалар, микробтар күнделікті өмірде болады. Сондықтан да біз күнделікті өмірде қолымызды таза ұстап жүруіміз керек. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Біздің зерттеу жұмысымыз аяқталды.